Баршаңызға қайырлы күн достар. Ал бүгін менің каналымда осындай духовканы қажет етпейтін Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Өте оңай дайындалуы және де өте жұмсақ болып шығатын, барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Өйткені бұл торттың кремінің өзінің ерекшелігі пломбир тортының креміне ұқсайды. Бірақ дайындалуы өте оңай, барлықтарыңыздың қолыңыздан келетініне сенімдімін. Дайындап көріңіздер достар, өте оңай, осылай жұмсақ болып шығады. Егер де осы видео ұнап жатса, менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Достар, егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, егер де видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Достар, міне осындай әдемі болып шығатын, өте жұмсақ, осындай нәзік болып шығатын Наполеон тортын дайындайтын боламыз бүгін сіздермен. Қамырды жаюды қажет етпейтін осындай торттың ерекше рецептісі болады. Ал енді бүгін ең бірінші ол үшін біз кремін дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Креміне бізге осындай сүт пен жұмыртқа, ингредиенттердің мөлшерін барлығын описанияға жазып қоямын. Және де крахмал мен де кукурузный крахмал. Егер де картофельный болса, ештеңе етпейді. Осылай қантын барлығын араластырамыз. Енді осы барлық ингредиенттерімізді осылай венчикпен жақсылап тұрып араластыру қажет. Жақсылап тұрып араластырыңыздар. Міне осылай болу керек. Міне осындай араласқан майымызды біз ең соңында қосатын боламыз. Енді осы сүтімізді отқа қойып, ыдысымыздың асты өте қалың болу керек, өйткені креміміз жабысып қалуы мүмкін. Енді отқа қоямыз осылай. Енді осы сүтімізді әбден қоюланғанша араластырып тұрыңыздар. Араластырмасаңыздар асты күйіп кетуі мүмкін. Осылай венчикпен жасап араластырып тұрыңыздар. Осылай креміміз қоюланған кезде үстіне майды саламыз. Майды салғанда отты сөндіре тұрыңыздар. Осылай майымызды әбден еріткеннен кейін тағы да отқа қойып, 1 минуттай осылай араластырып тұрыңыздар. Содан біздің креміміз дайын болады. Міне осындай қоюлықта әдемі болып шығады. Біздің креміміз дайын, отымызды сөндіреміз. Енді осы креміміздің бетін пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасында оны салқындатамыз. Пищевой пленкамен жауып қойыңыздар, өйткені беті қабыршықтанып қалуы мүмкін. Достар, міне менің кремім салқындатылды, суыды. Енді осы креммен біз тортымызды жинайтын боламыз. Бізге тортқа осындай печеньелер қажет болады. Біз өйткені қамыр жаймаймыз. Осындай слоеный печенье дейді. Осындай печеньені алып, енді осыны формамызға астына осылай бір қабат печеньені жайып шығамыз. Форманың диаметрі менде 22 диаметрлі. Енді осы форманың жан-жағын осылай пищевой пленкамен жауып қойғансаңыздар өте ыңғайлы болады. Біздің тортымыздың формасы жақсы шығады сонымен. Енді осылай печеньеміздің бетіне жаңа кремдерімізді жағамыз. Бір қабат осылай жайып, қалындатып жаға беріңіздер. Біздің креміміздің мөлшері осы формаға жеткілікті. Осы кремімізді жағып, ары қарай тағы да екінші қабат печеньесін қойып, осылай тортымызды жинайтын боламыз. Осылай кремімізді тағы да жағып, молынан жағып, жақсап. Міне достар, менде үшінші қабаты бар жоғы, менде осылай 3-4 қабат шықты. 4 қабат болды. Міне осындай 4-ші қабат болды. Енді кремнің соңғы осындай крем қалды. Барлық тортқа жеткілікті болды. Менде жарты литр сүттен. Достар, міне осылай 4 қабатты торт шықты. Енді осындай печенье қалды. Оны біз үстіне жағатын боламыз. Тортымыз дайын болғанда. Енді осы торттың бетін салафанмен жауып, біз холодильникке 3-4 сағатқа немесе кешке қарай жасасаңыздар, түңгілікке қалдырған өте дұрыс болады. Өйткені креміміз толығымен жаңағы печеньемізге сіңіп, тортымыз өте жұмсақ болып шығады. Енді менің тортым 7-8 сағат тұрды. Өйткені мен таңертең дайындадым. Міне кешкілік уақыт. Осылай тортымды алдым. Енді осы торттың бетін қалған печеньемен әсемдейтін боламын. Печеньені өздеріңіз білесіздер, қолмен үгітсеңіздер де болады, немесе оқтаумен жайсаңыздар да болады. Енді осылай үстіне торттың сеуіп әсемдейміз. Қатты үгітпей қойыңыздар, осындай түйірлі үлкен болса, Наполеон тортындай осындай болып шығады. Достар, міне мен тортым дайын болды. Өте оңай, жұмсақ болып шығатын Наполеон торттың рецептісі. Дайындап көріңіздер.
Енді осы тортымызды қазір сіздерге турап кесіп көрсетемін. Өте жұмсақ болып шығады. Кешкілікке, түңгілікке қалдырсаңыздар, торт неғұрлым көп тұрса, соғұрлым жұмсақ бола береді. Енді менде 7-8 сағат тұрды. Соның өзінде осындай жұмсақ болып шықты. Мен сіздерге турап кесіп көрсетемін. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Өте оңай дайындалатын Наполеон торты. Мен достар, осылай әдемі жұмсақ болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ұнап жатса менің видеомның астына лайк басып, комментарийлеріңізді жазып қойыңыздар. Достар, егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, астына қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін. Ал бүгінгі рецепт ұнап жатса, маған комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте қолжетімді заттардан тұратын осындай Наполеон тортын сіздерге ұсындым. Ал достар, келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.